Өмір ұзақтығымен емес, мазмұнымен өлшенеді. Қамшының сабындай қысқа ғана ғұмырында мазмұнды да мәнді өмір кешіп, біз үшін аяулы жанға айналған әріптесіміз Хамзина Раиса Зинорқызы тірі болса бүгін 54 жасқа толар еді. Әттең келте ғұмыр-ай. Біреулер ерте жетіп, біреулер кештірілетін өлім құрсауы түбі бір келетіні ақиқат. Дегенмен Раиса Зинорқызы туралы өткен шақты айту әлі де болса қиын. Біз арлы да адал, жігерлі де жайсаң әріптесімізді сағынышпен еске аламыз. Майталман маман, білікті қызметкер Хамзина Раиса Зинорқызы небәрі 53 жыл ғана өмір сүрді. Ол 1968 жылдың 8 желтоқсанында Атырау қаласы Ескі Базар ықшам ауданында дүниеге келген. 1976-1986 жылдары қаладағы нөмірі 4 Гагарин атындағы орта мектепте білім алды. Мектепте озат оқушылар қатарында болып, үздік атанды. Әсіресе есеп-қисапқа жүректігі, ойлау қабілетінің жоғарылығы таңдандырмай қоймайтын. Осыдан соң ол Орал медицина училищесіне оқуға қабылданып, фельдшер мамандығын алып шығады. Оқуын тәмамдаған соң алғашқы еңбек жолын СПИД лабораторияда бастайды. Кейін 1998 жылы 13 тамызда Теңіз қалашығындағы Карат мекемесінің асханасында кондитер болып орналасады. Осылайша Раиса Зинорқызының біздің мекемеміздегі жарқын күндері басталған еді. Раиса Зинорқызы жұмысқа алғаш келгеннен-ақ өз зеректілігімен, алғырлығымен көзге түсті. Сол себепті наурыз айында Сүлеймен атты дүкенде дүкеншілік қызметке ауысты. Ал 1999 жылы жаңадан ашылған Тропикано кафесіне әкімші болып тағайындалды. Мұнда ол 2 жылға жуық уақыт еңбек етіп, 2001 жылы өз іскерлігінің арқасында Карат мекемесінде директордың орынбасары лауазымына дейін көтерілді. Ал 2006 жылы Нефтестрой сервис компаниясына қаржы директор болып тағайындалды. Ол бұл қызметті өмірінің соңына дейін атқарып өтті. Осылайша Раиса Зинорқызы 25 жыл уақыт табан аудармастан біздің компанияда еңбек етіп, өсіп өркендеуі мен дамуына бар күш-жігерін сарп етті. Раиса Зинорқызы біздің жадымызда өзінің еңбек қорлығымен, жоғары ұйымдастырушылық қабілетімен есте қалды. Ол білікті басшы, адал әріптес бола білді. Соның нәтижесінде бірнеше мақтау қағаздары мен мекеменің медальдарымен марапатталды. Мәселен, 2018 жылы компанияның 20 жылдығында Раиса Зинорқызы арнайы медальге ие болған еді. Аяулы әріптесіміздің жанымызда болмағаны, өзінің және өзгелердің қуанышын бөлісу үшін тағы бірнеше жыл өмір сүрмегені әрине өкінішті. Алайда оның жарқын бейнесі, оны білетін, жақсы көретін, құрметтейтін жандардың мәңгі есінде. Өлді деуге бола ма? Айтыңдаршы. Өлмей тұғын артында сөз қалдырған демекші, сіз біз үшін өлген жоқсыз. Ел есіндегі есіміңіз аспандағы жұлдыздай боп жарқырай берсін. Сіз мәңгі жүрегіміздесіз. Деніңізге саулық, басыңызға амандық. Көздегі күңіренген күнде мұң
Мұңаямды өкпелеймін кімге, келем үнсіз аңдамай, өкініш пе бұл қалай, қалай жеткізбейтін арман-ай, өтеді өмір шалған-ай, шалған-ай. Амал бар ма өмір осылай, сынағына көнесің, тағдырыңа ересің, ай өтеді сымырай, шалған өмір ай. Жадыраған күнге мен қашан жетерімді білмей, жауыны көп таңдардай жаным мұңды бұл қалай, қалай өтіп өмір жалған-ай, әуресіне салған-ай, салған-ай.